Сәлем баршаңызға. Бүгін балалық шақтың дәмін еске салатын өте дәмді хворост дайындаймыз. Жасау жолы өте оңай, сонымен қатар әрдайым қолда бар өнімдерді қажет етеді. Рецептім ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Ендеше бастаймыз. Ыдысымызға жұмыртқаның сарысын және жұмыртқаны бүтіндей салып, оған қантымызды қосып және шым-шым тұз қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Массамыз біркелкі араластырып болған соң, үстінен електен өткен ұнымызды қосып, қамырын илей бастаймыз. Қамыры аздап қолға жабысатын болса, керегінше ұн қоссаңыз болады. Дайын қамырымыздың бетін жауып, бөлме температурасында 30 минутқа демалдырып қоямыз. Июі қанып, дайын болған қамырымыздың столын үстіне алып, аздап ұн сеуіп, қамырымызды жая бастаймыз. Яғни қамырын тым жұқа етіп жаямыз, қатты қалың болып кетпеуі керек. Егер қамыры қатты қалың болып кетсе, хворостымыз қытырлақ болып шықпайды. Жұқа етіп жайып болған соң, қамырымызды бірнеше жолақтарға кесіп аламыз. Кесіп алған жолақтарымызды тағы да 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Кесіп алған жолақтарымызды қайта видеодағыдай етіп, 5 рет ортасынан кесіп, формасын жасай бастаймыз. Формасын жасау жолын видеодағыдай етіп жасасаңыз болады. Дайын болған хворостты тереңдеу табағымызға май құйып, оны қыздырып, хворосттарымыздың екі бетін қызартып, қуырып аламыз. Міне дәмді хворосттар дайын болып қалды. Байқасаңыз, хворосттарымыз гүлді қабықшаға ұқсайды. Қалауыңызша ванильді қантпен немесе қант ұнтағымен әрлесеңіз де болады. Бұл ерекше десерттің негізі жұқа әрі тәтті. Әрі дастарханда басқа да тәттілермен үйлеседі және өте тез дайындалады. Менің жаңа видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін төмендегі қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Ас болсын!